сегізінші әсім оқушысы Кемел Айдана, мұғалім Ағатаев бақыт деген не өзі? Бақыт деген не өзі? Бақыт деген не өзі деп бастады оқуға. Бірі оны үйден іздеп, бірі кінәласты. Бірі айтады, бақыт деген барлық байлық емес пе? Керегенше киіп бақыттың емес пе? Ал бір айтады, бақыт деген қолға жетпес мәнсап қой. Жұрттан көрі жүрсең керек, соның өзі жақсат қой. Ал бір айтады, бақыт деген жүйрік мініп той-той ғой. Ісің болмай, кебеленіп, қарын тойса қар қайнау. Ал бір айтады, бақыт деген адал жан мен перзент қой. Ынтымаққа арыз деген уылда соған ермек қой. Кіретін таласына осылай деп жоқ. Бақыт адам баласына келмейді оңай. Я, сондықтан безбеймін мен. Бақыттан да, байлықтан да жадам. Мәнсап жетпес бар адамға. Үлесіп қалғанда. Үміт үзбей іздейді олар тыңдап, сол бір жақытты. Алыстан сені жетсе тап.